Шахтер мамандығы дәстүр ерекше есепте тұрған адамдардың бірі. Олардың бірі айырым белгілері бар салтанатты нысанды киіп жүру. Кеншінің формасы еуропалық тамырларға және ғасырларға тарихқа ие. Бастапқыда кеншілердің киім үлгісі жер астында жұмыс істеу кезінде қолайсыз жағдайлардан қорғану құралы ретінде арналған. Горняцкий киімнің тарихы орта ғасырлардан бастау алды. Саксония мен Баден-Вюртембергте 13 және 14 ғасырлардағы кеншілердің суреттері белгілі болды. Онда мойны мен иықтарын қорғауға арналған кең қорғаныштар жабдықталған. Басына тығыз орналасқан қалпақшалармен киген адамдар бейнеленген. 16-17 ғасырларда кеншілер жұмыс күндерінде де, мереке күндерінде де тау кен аспабымен және кеніш шамымен бірге нысанды киімді мақтанышпен киіп жүрді. Осы арқылы кеншілер өздерінің кәсіби бірлігін атап көрсетті. Еуропаның сәні кезінде кеншілер киімнің жаңа стилі көркемдігі мен түстердің үйлесімділігін ие болды. 16-17 ғасырларда салтанатты тау киімі зауытында қалыптасқан иерархияны көрсете бастады. Ресейде формаларды енгізу 1722 жылы құрылған әйгілі дәрежелер кестесімен Петр I басталды. Мемлекеттік қызметкерлері арналған форма Еуропада алынған үлгілерге және тиісті сәйкес жасалды. Тау кен бөлімдерінің қатарлары үшін форма алғашқы рет 1760 жылдары орнатылды. Тау формасы қызыл матадан, ал әрлеу бөлшектері жасылдан жасалған. Түймелер ақ металдан, ал бас киім қара үшбұрышты шляпалар болған. 1804 жылы 1 Александр кезінде тау шенеуніктеріне қара түсті және қызыл жиекті көк шұғадан жасалған жаңа үлгілері мундирлер берілді. Жағасы мен қайырмасындағы түймелері мен әшекейлі тігісі алтын түстес. 1834 жылдан бастап тау кен инженерлері қара түсті ашық көк жиектермен қара жасыл пішінді алды. 19 ғасырлар бойынша кеншілер киімнің үлгісі мен пішімі бірнеше рет өзгерілді. Алайда оның ерекше түстері сақталды: қара және көк. 19 ғасырдың ортасында пішіні арнайы эмблемамен толықтырылды: кесілген балған мен пикас. Ол түймелерге, бас киімдерге және ілмектеріне сәйкес келді. 1947 жылы кеңес заманында жоғарғы кеңес президиумының жарлығымен және министрлер кеңесінің қаулысымен көмір өнеркәсібі мен шахта құрылысының қызметкерлері үшін лауазымдық санаттардың 4 құрамына сәйкес келетін ілмектер мен жең белгілерінің тіркесімен түріндегі атақтар мен формалар енгізілді. Тау эмблемасы айқасқан балға мен пикастардың бейнесі болды. Ілмектер мен жеңдік жапсырмалары басқа. Ол пиджактың түймелеріне және галстукке орналастырылды. Жеңдегі жолақтар саны дәрежеге сәйкес келді. Жалпы алғанда форма құрылымдық және стильдік шешімдері 1976 жылы көмір және тақтатас өнеркәсібінің жетекші және инженерлік техникалық қызметкерлері, сондай-ақ тау кен институттарының студенттері мен тау кен техникумдарының студенттері үшін енгізілген кеншілердің салтанатын киімнің нұсқасында сақтап қалды. Содан кейін ұзақ уақыт бойы көптеген мерекелік іс-шараларда салтанатты киім киген жетекші кеншілер өз кәсібін мақтанышпен ұсынды.